Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге үй жағдайында осылай кір сабынмен қазанның сыртын тазалап, жып-жылтыр қылып көрсететін боламын. Видеомды ол үшін соңына дейін қараңыздар. Кір сабынды алып, қырғышпен осылай қырғышқа жағып аламыз да, қазанымыздың сыртын осылай сықылап отырып, тап-таза қылып тазалап шығатын боламын. Өте таза, жып-жылтыр болып жаңадан алынған қазан ұқсап шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызға да әлеуметтік желіде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы болсын деген үмітте осы видеомды ұсынып жатырмын. Бұрынғы кездерде қышыр құммен және де күлдің қалдықтарымен тазалап жататын, қазіргі уақытта қазанға арналған әртүрлі средстволар шығып кетті. Солармен тазалап жүретінбіз үнемі. Енді осы жолы сіздерге пайдалы болсын деген үмітпен осы кір сабынмен тазалап көрсетіп жатырмын. Қолдарыңыз ойылмайды, кесілмейді, ешқандай перчатка киюдің қажеті жоқ. Тап-таза болып, жып-жылтыр болып шығады. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісінде басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да осындай өте пайдалы, керемет видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Сол кезде ең алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз, және де қандай лайфхактармен бөліскенімді қалайсыз жаза кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта да мен сіздерге осылай өте керемет, пайдалы видеоларды түсіріп отыратын боламын. Сіздерге пайдалы болсын деген үмітпен түсірдім.